Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы аясында салынған бұл ғимарат 2016 жылдың қараша айында қолданысқа берілген. Және де 2,5 миллиард қаражатқа медициналық құрал жабдықтармен жабдықталған. Бүгінгі күнге дейін асқан шеберлік пен тәжірибелі мамандардың арқасында түрлі ауру түрлерімен ауырған 53,357 бала емделіп шыққан. Қазіргі таңда Қызылорда облысы бойынша онкологиялық және гематологиялық науқастар саны өсуде. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастар саны 102. Жедел қатерлі лейкоз аурулар саны 53 науқас бар. Барлығы алғаш анықталған науқастар ұлттық ғылыми зерттеу орталықтарына, яғни Алматы, Астана қаласына жолдаймыз. Ол жақтан негізгі емін алады. Ал сүйемелдеуші емдерін балалар облыстық ауруханасында жалғастырады. Осы қатерлі ісіктерді анықтауда онкогематологтар бет жақ хирургымен тығыз жұмыс жасалуда. Онкологияға күмәнді науқастарға биопсия жасалып, диагноз, яғни лимфома не Ходжкина және миелодиспластический синдром диагноздары анықталуда. Бұндай диагноздар жылына 2-3 рет науқас кездеседі. Облыстық балалар ауруханасына көңілім толады. Балама жақсы қарап, тұрақты түрде тексерілеміз. Сонымен қатар емделушіге барлық жағдай жасалған дейді Жансая Бақбергенова. Біз осы облыстық балалар ауруханасында 2017 жылдан бері ем қабылдап келеміз. Біздің емдеуші дәрігеріміз Асанова Гаухар Абжаппарқызы бізге гемолитический анемия диагнозы қойылған. Біз осы аурухананың қызметкерлеріне көңіліміз толады. Тазалығы өте жақсы, тамақтары дәмді, науқастардың жағдайы жасалған, душтары бар. Мейірбикелердің жұмысына көңіліміз толады. Бүкіл процедураларын алдын ала ескертіп, уақытында салып тұрады. Облыстық балалар ауруханасындағы дәрігерлерге, медбикелерге алғысымыз шексіз, қызметтеріне табыс тілейміз, өркендей берсін. Балаларға көрсетілетін медициналық көмектің сапасын және қолжетімділігін арттыру және жыл сайын мамандардың кәсіби біліктіліктерін көтеру мақсатында жылына 160-165 маман алыс жақын шетелдерге барып білімін жетілдіреді. Корея еліне 6 маман, Япония 1 маман, Мәскеу, Израиль, Казань қалаларына 1 маманнан және Санкт-Петербургке 3 маман жіберілген. Енді алдағы уақытта 50 дәрігер мен 73 мейірбикелердің кәсіби біліктіліктерін көтеру жоспарланып отыр. Жаңа туған нәресте мен 18 жасқа дейінгі балаларға ота жасау бөлімшелері дәл осы қабатта орналасқан, және де оған 5 блок жедел ота жасау үшін және де жоспарлы ота жасау үшін бөлімшелерде қарастырылған. Жалпы балалардың құлан-таза айығып шығуы үшін облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері аянбай еңбек етуде. Балалар ауруханасында әртүрлі ота жасау аясы да кеңейіп, жаңадан бірнеше ота алғаш рет енгізілді. Оның ішінде нәрестеге диафрагмалды грыжа, бүйрек кристаллын, лапароскопиялық жолмен емдеу, краниопластика және тағы басқа түрлері де қарастырылған. Алданазар Нағмет, Нұрдәулет Сәду, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.